қазіргі таңда жастардың арасында карма, бумеранг деген секілді нәрселер бар ғой. Қазақтарда да сөз бар, не ексең соны орасың деген. Сол нәрсеге байланысты. Карма ислам дінінде бар ма? Карма деген менің түсінуімше біреуге жасаған жамандығының қайтып айналып өзіңе келуі ғой, иә. Бұл енді нағыз ислам дінінің насихаттайтын, нағыз исламдағы дәлелденген десек те ғасырлар бойы сондай бір іс қой бұл. Құдси хадиспен айтатын болсақ, Алла Тағала айтады: адам баласы не істеген кезде соны істе, бірақ есіңде болсын, сен не істесең саған да соны істейді деп береді. Кама тадину тудан дейді. Ал әд-дайян деген Алланың есімі бар. Енді ол 99 есімнің ішіне кірмейді, бірақ хадистерде келеді. Дайян деген сөздің мағынасы Малики яумиддин дейміз ғой, мысалы дін деген есеп мағынасында. Бұл жерде есеп күнінің егесі, яғни қиямет күні Алла Тағала адамдардан есеп алады. Және адамдар бір-бірімен есеп айырысады. Біреудің жасаған жамандығын өзіне қайтып береді. Сол сөзден түбірден шығады да дайян деген. Жаңа есепті жүргізуші. Жаңа есеп адамдардың арасындағы есеп айырбасты жүзеге асырушы деген мағынада. Жаңа құдси хадисте ад-дайяну ла янам дейді. Алла Тағала ғой, дайян ол ұйықтамайды, ол өлмейді. Ол сенің істегеніңді бәрібір басыңа алып келеді деп аяқталады. Адам ойлауы мүмкін, мен біреуге зұлымдық жасап кеттім, мен құтылып кеттім, бірақ бәрібір Алла Тағала оны өзінің басыңа айналдырып бір күн бір жерде соқтырады. Ол дәлелденген нәрсе да. Ол дәлелденген нәрсе. Осы дүниеде алып келе ме оны? Осы дүниеде алып келеді. Ол дәл сондай болмауы мүмкін, әркімнің өзінің қиындығы бар ғой. Мысалға біреуді дүниемен қинайсың. Кейбір адамдар бар, ол дүниеге қиналмайды. Оны басқа нәрсемен қинайсың. Сол сияқты әркімнің өзінің сынағы, әркімнің өзінің қиындығы бар. Алла Тағала оны сонымен әкеліп сорлатады ғой, былай шыққан кезде. Ана жерде кама тадину тудан, сен не істесең саған да соны істейді деген сөз. Ол дәл сол істі істейді деген сөз емес. Сен біреуді жылаттың ғой, бір белгілі бір жағдаймен. Сені де біреу жылатады, өзіңе белгілі бір жағдаймен. Сен біреуді жаңа өкіндіріп, сен біреуді қиын жағдайда қалдырып кеттің, сені де біреу дәл солай қиын жағдайға қалдырып кетті. Бірақ екеуінің жағдайларың екі түрлі болуы мүмкін, нәтижесі бір болады да. Нәтижесінде мынау қиналды, содан опық жеді, дәл солай бұл да қиналады. Бірақ ситуация әртүрлі болуы мүмкін да. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мазлумның дұғасынан қорқыңдар дейді ғой. Мазлум деген біреудің қолынан қиындық көрген, жәбір көрген адамда. Егер сол жаңағы жәбірлеушіні, залымды қарғайтын болса, Алла мен оның дұғасының арасында перде, бөгет жоқ дейді. Ештеңе кедергі етпейді. Мысалы, былайынша кезде ол жаңағы зұлымдық көрген адамның дұғалары белгілі бір дұғаға кедергі болатын себептермен қабыл болмай жүрген болуы мүмкін. Мысалға, ол бір көп қой, дұғаға кедергі болатын қаншама нәрселер хадисте айтылады ғой. Бірақ анау егер зұлымдық көрсе біреуден, сөйтіп қарғаса ана кісіні, ол жерде ешқандай кедергіге қарамай ананы қарғаса Аллаға жетеді дейді. Алла Тағала оны қабыл етеді да, әлгі кісіге қатысты орындайды.